Армысыздар. Қазақта хат деген сөз бар. Хат дегеніміз жалпы адамдар бір-бірімен хат хабар алмасу үшін жазылатын жазба. Хаттың мәні мен мағынасын үлкендеріміз бен әке-шешемізден артық білмейміз. Себебі біз телефон мен ғаламтор хатты алмастырған заманда өмір сүріп жатырмыз. Енді осы хат сөзі жеке басқа қатысты құжат мағынасына көшкен кезде, яғни іс-қағаздарды жүргізуде барлық сыңарлармен бірге жазылады. Мысалы, сенім хат, қол хат, ашық хат, нұсқау хат, тағы сол сияқты. Енді барлық мекемелерде марапат қағазының бір түрі ретінде жазылатын алғыс хатты бөлек жазады. Бұл қате. Сонымен қатар қызметтік хат, құттықтау хаттары да бөлек жазылып жүр. Бұның барлығы бірге жазылу керек. Назарларыңызға рахмет. Ақпарат пайдалы болса, парақшамызға жазылып алыңыздар.